Сәлем, менің есімім Ильханым, мен сексологпын, бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып әйелді қандыратын тәсілдер, әдістер. Жыныс әдістері. Әйелді қандыратын жыныс әдістері. Әйелді қандыру үшін, енді бұл шынына келсек, оңай зат емес. Біздің жаратылымыз өзгеше, ер кісілерге қарағанда. Және де мына жерде әйелдің андай точкаларын білу керек та, қай жерде қалай қыздыру болады, қалай қыздыруға болады, және де қалай қандыруға болады да, қандыратын, қандыру. Ең біріншісі, әйелді қандыру үшін сіз қаншалықты әйелді жақсы білесіз, қаншалықты сіздің қарым-қатынасыңыз жақсы, ашық, қаншалықты әйел адам сізбен өзін еркін ұстайды, қаншалықты сізді ұялмайды. Бұл өте маңызды. Себебі кейбір әйелдер 10 жылдап тұрады, бірақ бәрібір қысылады, ұялады. Бұл жерде қандыру жолдарын қиын болуы мүмкін. Бұл жерде сіз қаншалықты сіздің қарым-қатынасыңыз қаншалықты ашық, бір-біріңізге ұялмай, еркін ұстау, босаңсу деген ең басты фактор. Бұл бірінші. Екінші, мысалы, сіз әйеліңіздің қалай қыздыратын, қалай қоздыру жолдарыңыз білсеңіз. Бұл жерде айтатыным, әйел адам, мысалы, қай жерді сіз ұстағанын, сүйгенін жақсы көреді. Соны ашық сұрап, немесе өзіңіз білсеңіз, сол жерге көп мән беру керек. Эрогендік зоналары дейді да оны. Әркімде әртүрлі, соны мысалы ұстап сүйіп, сіз даже сұраңыз да, ашық. Осы жерде істесем. Или қараңыз, әр жерде сүйіп, ұстап, қай жер ұнайды. Максимально көп уақыт соған бөліп, әйелді көп сол қыздырып, соған үлес қосу керек. Примерно 5 минут дейік, 10 минут дейік. Енді кейбір әйелдер әртүрлі, бірақ обязательно, міндетті түрде осы уақытты бөлуіңіз керексіз. Қандыру үшін. Да, қандыру үшін. Үшіншіден, мысалы, әйел адам өзін еркін ұстаса, бәрі жақсы, да, уже андай қоздырса, қандай жолмен оргазм ала алады. Да, соны білуіңіз керексіз. Кейбір әйелдер тек клиторды сыртынан қарай уқалағанда ғана ала алады. Мына жерде түрлері бар, да, то есть түрлі ойыншықтар, қолмен, ауызбен де болады. Мысалы, осындай бір жол болуы мүмкін. Позалар болуы мүмкін, түрлі жыныстық позиция болуы мүмкін, да. Осындайды қараңыз, да. То есть сізде позиция не үшін керек? Әйел адам өз-өзін қайсы ұнайды, қай жерде жақсы сезеді, қаншалықты ұнайтын позаны табу. Бұл бір үлес екі жақтан. Соны біліп алсаңыз, бұл жолдарын білсеңіз, ары қарай уже оңай болып қалады, уже жолдарын білесіз. Сонымен жүре бересіз. Кейбір әйелдерге мысалы массаж болуы мүмкін. Кейбір массаж ретінде, да, аяқты мысалы массаж жасау, да, мысалы иықтарды жасау, басқа түрлі, да, то есть қараңыз, қайсы сол кішкене ынталандарып та, үміттеніп соған әйеліңізге бір жақсы бір сезім беру дегендей, да. Әйел адам сонда өзін еркін, соған бір жолдарын тез ашылатын жолдары, да. Әрине, мына жерде сіз қараңыз, әйел адам қаншалықты өз-өзін шаршамай жүрсе, да, қаншалықты өзінің энергиясы бар. Мүмкін күнімен мысалы шаршап жүрсе, әрине, мүмкін кешке қарай уже әлі жоқ болады. Әлім жоқ болады дейді ғой, да, солай айтады ғой. То есть әйел адам өзін жақсы сезіну керек, энергиясы болу керек, да, жыныстық қатынасқа түсетін. Сондай факторларға қараңыз. Сіз қаншалықты бәрін жаса, бірақ әйел адам шаршап жүрсе, онда мүмкін болмай қалады, да. То есть сондай факторларды да қараңыз. Қандыратын жолдары. Наверное, все. Енді ең соңғы мен айтатыным, бір кеңес ретінде ер кісілерге, сіз мысалы білсеңіз, сіздің әйеліңіз мысалы кішкене қысылып жүрсе, өз-өзін мысалы ашылмай жатса, ұялса, кейбір әйелдер ұялады.
көп айтыңыз, сен қандай әдемісің, осындай сүйіңіз сол жерді, қандай сен осындай прям, то есть жақсы сөздер білесіз. Мен білемін нақты, жігіттер жақсы, ер кісілер жақсы сөздерді айтуды біледі әйелдеріне. Сен осындай, сен қандай әдемісің, сен осындай. Сол әйел адам сонда өз-өзін осындай ұялатын жерлерін бос ұстайды да, ұялмай қалады. Өз-өзін жақсы көріп, сізге де осы махаббатында да береді. То есть сіз осындай жақсы үлес қоссаңыз, нұр үстінде нұр дейді ғой, сол болады. Так что достар, осы кеңестерімді алып қараңыз, және де бұл кеңестер сіздің жыныстық қарым-қатынас, жалпы сіздің қарым-қатынасыңызға көмектеседі деп мен үміттенемін. Рахмет, сау болыңыз.